Қайырлы кеш балалар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Менің каналымдағы барлық ертегілерді жаттап алған боларсыңдар. Ендеше мені бүгін дайындаған жаңа ертегімді бірге көрейік. Балық ұстаған мысықай жайлы әңгіме. Күн ашық, ауа райы тамаша күндердің бірінде мысық шешей баласын қармақ салып балық аулауға ертіп барды. Мысық шешей мысықайға "Ал көрелік, кім көбірек балық ұстайды екен?" деп баласын ынталандырмақ болды. Баласы бұл ұсынысын ала кетіп, "Иә, жарысайық" деп қуана кетті. Өзен бойына жайғасып отырып қармақ салды. Айнала құлпырып, гүлдер жайқалып, құстардың дауысын анық естуге болады. Bir жақта ара ызыңдап ұшып жүр. Су беті теп-тегіс тыныштық орнады. Қармақпен отырғандарына біраз уақыт болды. Балық ілінбеген соң мысықайдың шыдамы таусылып, жалыға бастады. Ары-бері күрсініп, тағаты таусылды. Осы кезде су бойына біренелік ұшып келе қалды. Оның тынымсыз қозғалған қанаттары әр жерге еркін ұшып қонғаны мысықайға "Кел ойнайық" деп тұрғандай көрінді. Көп ойланбастан мысықай есі кетіп, қармағын лақтыра салып, инеліктің соңына қуа жөнелді. Ұша-ұша алыстай берген инелікті ұстай алмаған мысықай бос қайтып келіп. Ол кезде шешесі бірінші балығын аулаған еді. Мұны көрген мысықай қайта орнына отыра кетіп, балық аулауға кірісті. Айнала тып-тыныш, енді көкектің даусы анық естіп, тоқылдақ құстың тоқуын санап отыр еді, көз алдына оттай қып-қызыл көбелек ұшып келе қалды. Қанаттары елпілдеп, әдемі, ғажап көбелектен көз алмай қарап тұрды да, "Көбелекті ұстап алып шешеме сыйласам, ол қатты қуанар еді" деп қармағын тастай салып, енді көбелекті қуа жөнелді. Ғажап көбелек болса, мысықайдың өзін аямастай жүгіріп, ақырында шаршап та қалғанын елемеді де, инелік сияқты өз шарасымен өз бет алған жағына ұшып алыстай кете берді. Босқа әуре болған мысықай құр алақан қайтты. Өзінің бос жатқан қармағы мен шешесін тағы бір үлкен балық ұстағанын көріп, көңілі түсті. Жай ғана күрсінді де орнына отыра кетті. Өзенге не үшін келгенін есіне түсіре бастаған секілді. Енді ол өзен бетіне көз алмай телміріп қарап отырды. Кенеттен тура қасынан "Қуақ" деген бақа дауыстан селт еткен мысықай ашуы келді. Қап бәлем деп қармағын тастап, бақаны ұстамақшы болды. Ал бақа болса, көзді ашып жұмғанша сылп етіп суға түсті де жоқ болды. Бақа да жоқ, балық та жоқ. Мысықайдың көңілі мүлде құлазыды. Шешесіне қарап, "Неге мен осы балық ұстай алмаймын?" деді. Мұны естіген мысық шешей, "Сенің ойың он саққа бөленіп, біресе инелік, біресе көбелек қуып кеттің. Бұлай жүріп қайтып балық аулайсың? Бір істі бастап соңына жету үшін зейін салуың, әрі сабырлы болуың керек" деді көңілін аулап. Мұны естіген марғау ұялғаннан жерге қарап, қармағын алып, бар ынтасымен балық аулауға кірісті. Көп ұзамай қармағы су астына тартып, мысықай бар күшін салып тартып алғанда, "Охо, үлкен балық ілінген екен." Аулаған балығын бас салған мысықай қуанып, "Шеше, қараңызшы, мен де балық ауладым" деп мақтанды. Күн ауып кеште кіріп, мысық шеше мен мысықай аулаған балықтарын алып, қуана-қуана үйлеріне қайтыпты. Міне балалар, көріп түсінген боларсыңдар. Бастаған істеріңді аяқтап, көздеген мақсаттарыңа еш алаңдамай жетуге тырысыңдар. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.